Ер адамдар әйелдің үш түрлі ішкі ұстанымын бірден сезеді, және дәл солар оның қасында қалатынын немесе бірнеше айдан кейін кетіп қалатынын анықтайды. Бүгін мен сіздерге ер адамдарды не итермелейтінін және шын мәнінде оларды не тартатынын айтып беремін. Бұл ойын туралы емес, бұл сіздің өзіңізге қалай қарайтыныңыз туралы. Ең жиі кездесетін қателіктен бастайық. Мен мұны үнемі көремін. Әйел адам ер адаммен бірнеше ай кездесіп жүреді. Ол көңіл бөліп жатыр, тырысып жатыр, бәрі жақсы болып келеді. Сосын ол бір айға жоғалып кетеді. Кейін қайта келеді. Бұл классикалық ыстық-суық жағдай. Ол қызығушылық білдіреді, сіз жауап бересіз. Ал сіз өзіңіз көбірек кірсе бастағанда, ол қайта алыстайды. Ең қызығы, көп әйел мұндай жағдайда өзіне былай дейді: мен оны жиірек көргім келеді, мен күтуге дайынмын. Маған оның беретін аптасына бір кеші ұнайды. Тоқтаңыз. Ашығын айтайық. Егер ер адам сізге аптасына бір кеш, бір сағат шынайы жақындық қана берсе, бұл сізге керек адам ба? Иә, бұл кеш керемет болуы мүмкін. Бірақ сіз шынымен 7 күннің бір күнімен ғана бақытты болуға дайынсыз? Ер адамдарды есінен тандыратын бірінші ұстаным бұл әйелдің өз құнын білуі және қалдыққа келіспеуі. Мен күтіп отырамын, сен шешкенше. Емес? Сен шынымен мен аптасына бір рет бақытқа келсет деп ойлайсың ба? Маған 7 күн керек. Мен тек бір сағат жақсы болатын қарым-қатынасқа келіспеймін. Сен мені басқа біреумен шатастырып алған сияқтысың. Ең қызығы, көп әйел мұндай жағдайда өзіне былай дейді: мен оны жиірек көргім келеді, мен күтуге дайынмын. Маған оның беретін аптасына бір кеші ұнайды. Тоқтаңыз, ашығын айтайық. Егер ер адам сізге аптасына бір кеш, бір сағат шынайы жақындық қана берсе, бұл сізге керек адам ба? Иә, бұл кеш керемет болуы мүмкін. Бірақ сіз шынымен 7 күннің бір күнімен ғана бақытты болуға дайынсыз? Ер адамдарды есінен тандыратын бірінші ұстаным бұл әйелдің өз құнын білуі және қалдыққа келіспеуі. Мен күтіп отырамын, сен шешкенше. Емес? Сен шынымен мен аптасына бір рет бақытқа келсет деп ойлайсың ба? Маған 7 күн керек. Мен тек бір сағат жақсы болатын қарым-қатынасқа келіспеймін. Сен мені басқа біреумен шатастырып алған сияқтысың. Енді екінші ұстаным. Бұл ең байқалмайтын болуы мүмкін. Көп әйел мына сөзді естіген: сен тым қаталсың, тым қол жетпейсің. Ішінен олар қарсы болады. Мен ондай емеспін. Мен жай ғана мықтымын. Мен бәрін өзім жасай аламын. Маған ешкімнің көмегі керек емес. Міне мәселе осы жерде. Әрине, сіз бәрін өзіңіз жасай аласыз. Сіз мықты әйелсіз. Бұл талқыланбайды. Бірақ мәселе бұл емес. Мәселе сіздің қасыңызда қандай ер адамды қалайтыныңызда. Көбірек ер мінезді ме, әлде жұмсақ па? Егер сіз ер мінезді адамды қаласаңыз, ол сіздің жаныңызда өзін ер адам ретінде сезінуі керек. Бірде-бір мықты ер адам өзіне қамқор болуға мүмкіндік бермейтін әр ұсынысына мен өзім істеймін деп жауап беретін әйелмен бірге болғысы келмейді. Кейде мен бәрін өзім жасаймын деген сөз де әлсіздік. Бұл өз күшін дәлелдеуге тырысу. Нағыз мықты әйелге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Мұнда 3 деңгей бар. Ең әлсіз деңгей: мен ештеңе істей алмаймын, мені құтқарыңыз. Бұл тәуелділік. Келесі деңгей: мен бәрін өзім жасаймын, маған ешкім керек емес. Бұл қорғаныс. Ал ең жоғары деңгей: мен өзім жасай алатынымды білемін, бірақ біреу мен үшін жасағанда маған жағынды. Бұл нағыз күш. Ер адамдарды есінен тандыратын екінші ұстаным бұл әйелдің қамқорлықты қабылдай алуы, бірақ сонымен қатар өз күшін жоғалтпауы. Сіз бұл банканы өзіңіз аша аласыз, бірақ ол ұсынғанда сіз жымиып рахмет дейсіз. Сіз бұл сөмкелерді өзіміз көтере аласыз, бірақ ол көтеріп жатқанда сіз кері тартып алмайсыз. Бұл әлсіздік емес. Бұл ер адам өзін қажет сезінетін кеңістік құру. Ал өзін қажетсіз сезінген ер адам ерте ме кеш пе кетеді. Егер бұл тақырып сізге жақын болса, дәл қазір лайк басып каналға тіркеліңіз. Егер қарым-қатынасты иллюзиясыз және өзін алдамай түсінгіңіз келсе, енді үшінші ұстаным. Бұл ең тереңі. Көп әйел айтады: мен ашылудан қорқамын. Өткенде мені жаралады. Мен қайтадан соны бастан өткергім келмейді. Бұл түсінікті. Сізді ренжіткенде қорғаныс механизмі іске қосылады.
аз ғана қауіп бергісі болса да, сіз жабыласыз. Сіз байланысты үзесіз, өйткені бұл қауіпсіз. Сіз жүрегіңізге ешкім жетпес үшін қабырға тұрғызасыз. Бірақ сұрақ, қандай әйел болғыңыз келеді? Қайта ашылып, қайта ауырсынуды сезінуіңіз мүмкін. Сол сәтте өзіңізге не үшін тәуекел еттім деу оңай. Бірақ басқа жол бар. Әр нәрсе дұрыс болмаған сайын өзіңізден сұрай аласыз. Бұл мені сындырып жатыр ма, әлде шындап жатыр ма? Ешкім сізді ренжітпеген кезде мықты болу оңай. Нағыз күш сізде жабылуға барлық себеп болғанда да ашық қала алған кезде көрінеді. Болған жағдай мен сіздің реакцияңыздың арасында әрқашан кеңістік бар. Сол кеңістікте сіздің таңдауыңыз бар. Сіз өсесіз бе, әлде кішірейесіз бе? Ер адамдарды есінен тандыратын үшінші ұстаным бұл әйелдің батылдығы. Бұл аңғалдық емес, немқұрайлылық емес, дәл батылдық. Ол қайтадан қателесуі мүмкін екенін біледі, бірақ өткеніне болашағын басқаруға жол бермейді. Ол ескі реніштерді жаңа адамдарға жүктемейді. Ол мүмкіндік береді. Барлығына емес, бірақ лайық болған адамға. Ер адам мұны сезеді. Ол сіздің жабық емес екеніңізді, жақындықтан қорықпайтыныңызды, тәуекелге дайын екеніңізді көреді. Бұл кез келген сыртқы келбеттен және ойындардан да күшті тартады. Өйткені жабық әйел бұл тұйық жол. Онымен шынайы жақындық құру мүмкін емес. Ол әрқашан қашықтық ұстайды. Ол ешқашан толық ашылмайды. Ер адам бір күні осы қабырғаға соғыла беруден шаршайды. Ал батыл әйел шынайы қарым-қатынасқа орын жасайды. Ол әлсіз көрінуден қорықпайды. Ол бұл адамның өзіне маңызды екенін көрсетуден қорықпайды. Міне осы шынайы тартымдылық. Бұл үш ұстаным сүзгі сияқты жұмыс істейді. Ыңғайлы нұсқа іздейтін ер адам тез кетеді. Жақсы, ол сізге керек емес. Жақындықтан қорқатын ер адам қашады. Керемет, сізге үстірт қарым-қатынас керек емес. Ал шынайы қарым-қатынасқа дайын ер адам сізден іздегенін көреді. Өзін бағалайтын мықты, бірақ нәзік, батыл әрі ашық әйелді. Пікірге осы үш ұстанымның қайсысы сізге ең қиын тигенін жазыңыз. Егер бұл пайдалы болса, оны қазір ізденісте жүрген құрбыңызбен бөлісіңіз. Бұл ұстанымдар бір күнде қалыптаспайды. Бұл кішкентай шешімдердегі жұмыс. Ол сізге түнгі бірде жазғанда, сіз жауап бермеуді таңдасаңыз. Бірінші ұстаным жұмыс істейді. Ол көмектесуді ұсынғанда, сіз мен өзім емес, рахмет десеңіз. Екінші ұстаным жұмыс істейді. Сіз қорқынышты сезсеңіз де алға қадам жасасаңыз. Үшінші ұстаным жұмыс істейді. Әр осындай шешім сайын сіз болғыңыз келетін әйелге айналасыз. Ер адамдар мұны сезеді. Олар осы ұстанымдармен өмір сүретін әйел мен тек ұнауға тырысатын әйелдің айырмасын көреді. Сондықтан бүгін бастаңыз. Қазір маңызды бір ұстанымды таңдаңыз және бәрі қалай өзгеретінін бақылаңыз. Тек ер адамдармен қарым-қатынас емес, өзіңізбен қарым-қатынасыңызда. Өйткені түптеп келгенде бұл ұстанымдар ер адамдар туралы емес, бұл сіз туралы. Сіз қандай өмір сүргіңіз келеді? Қандай әйел болғыңыз келеді? Осындай әйелдерге ғашық болатын ер адамдар, бұл сіз өзіңізді шын құрметтей бастағаныңыздың жағымды нәтижесі ғана. Бұл сіздің күшіңіз. Оны қолданыңыз.